Өзімнің басымда өте көп жағдайлар өтті. Сол жағдайлардың біреуі, енді адам болғасын, төңірегіңдегі біреуді жақсы көріп қаласың, біреуді жек көріп қаласың. Кейде біреудің бірдеңкесіне ұнатпай қаласың. Неге үйтті екен деп, немесе неге бүйтпеді екен дейсің. Сосын соны шешудің алғашқы жолын айтайын ба? Егер мен сонда, сөйтті ма? Ол сөйткесін бүйтті ғой деп жаман ойға кете берсең, ол адам сенің алдыңда жамандығы үлкейе береді. Бірақ содан құтылудың ең бірінші жолы ол адамды ойлауды тоқтатып, өзіңе бір байыз беріп, телефон шұқыламай, теледидар көрмей, бір қызықшылықтың арасына түспей, бір шарап ішіп қоймай, бір у-шу болып жатқан жерге бармай, бір тыныш паркке шығып кетіп, немесе бір өзіңмен өзің бір кітапханада жалғыз отырып, ойланып, ол неге маған сондай сөз айтты екен, немесе неге ондай ренжітуіне себеп болды екен деп қарасаң, оның айтқан сөзінен гөрі сенің ренжіп қалуға бейім екендігіңнің басымдығын байқайсың. Кейбір адамдар бар, одан да ауыр сөз айтып жатса да өткізіп жібереді. Ал сен өте бір елеусіз бір нәрсеге қылт ете қалдың да жүрегіңе алдың. Сөйтіп, оны үрлеп өзің үлкейтіп алдың да сол проблеманың астында жатырсың. Сол менің басымда болған өте қызық жағдай. Мен өз-өзіме қарап айнада кейде күлкім келеді. Біреу жайында жаман ойлап қаласың, сөйтіп біраздан кейін өзіңнің қателіктеріңді, өзіңнің ішкі дүниеңдегі кір-қоқыстарыңды ойлаған кезде бағанағы адамға ренжіп қалғаныңның үшін өзіңе ренжисің. Оған неге ренжимін? Біріншіден ол жасы үлкен немесе жасы кіші. Жасы үлкен болғаннан кейін енді айтуға ақысы бар. Жасы кіші болғаннан кейін еркелеуге ақысы бар. Енді жасы кіші болып, ағасы маған еркелемесе, немесе жасы үлкен болып, інісі маған айтпаса, кімге айтады деген нәрселерді ойлаған кезде, біраздан кейін жүрегіңде жайлана бастайды. Содан кейін барып, әлгі адамның жақсы қасиеттері еске түсе бастайды. Жақсы қасиеттері еске түсіп, оған дұға қылып, біраздан кейін тіптен сыйлық сыйлап, сол адамды сағынып отырғаныңды байқамай қаласың. Абай атамыз айтады: іштегі кірді қашырса адамның хикмет кеудесі дейді. Хақтықтың түссе сәулесі адамның ішіндегі кір қашады екен. Ал іштегі кірді қашырса адамның хикмет кеудесі дейді. Сондықтан мына жүректің көзі ашылса, хақтықтың түсер сәулесі, іштегі кірді қашырса адамның хикмет кеудесі. Көбінде біз жүрегіміздің көзін ашпайды екенбіз. Жүрегіміздің көзін ашқаннан гөрі біреуді жек көріп, біреуді уайымдап, сол біреудің проблемасы менен өмір сүре бастайды екенбіз. Ал проблемалардың бәрін өзінің жайына қойып, Құдайға тапсырып, бірінші өзің туралы ойлап, өзіңнің жүрегің туралы ойлап, өзіңнің ішкі дүниеңдегі сол проблемаға деген қарым-қатынасың туралы ойлайтын болса, онда жүректің көзі ашылады. Жүректің көзі ашылса, Алла тағала саған жақсы сәуле түсіріп, нұрланады. Ал іштегі кірін қашады. Іштегі кірін қашса, саған даналық пайда болып, біреудің иттігіне сабыр қыла аласың, біреудің қателігіне кешірім жасай аласың. Сөйтіп, 1000 миллион проблеманың ортасында өртеңнің орнына шыққан гүл сияқты құлпырып өмір сүре аласың. Ал біз көбінде айтамыз: ой, мына жақта әкем ішеді, бауырым қарайласпайды, ағам қатыгез, інім ізетсіз, өкімет әділ емес, көршім сыйласпайды деген сияқты. Біз кінәлі емеспіз, бірақ басқалардың бәрі кінәлі. Егер басқалардың бәрі кінәлі деген ой келетін болса, онда сіз анық біліңіз. Проблема елде емес, проблема сенде, жүрегіңде. Өйткені Абай атамыз айтады. Абай атамыз, білесіз, қазақты қалай сынаған, қазақты қалай тәрбиелегісі келген, қазақтың қанша кемшілігін тамыршыдай тап басып айтқан адам ғой. Бірақ соншама кемшіліктің, соншама сатқындықтың, соншама дүниеқұмарлықтың, соншама әлсіздіктің, соншама бір пендешіліктердің ортасында жүріп, Абай атамыз не дейді? Жүрегіме қарасам дейді, ине дейін таза емес дейді. Бір ине дейін таза жер жоқ дейді. Жүрегіме қарасам, ине дейін таза емес, аршып алып тастайтын апандағы саз емес дейді. Бәрі болды өзімнен тәңірім салған наз емес дейді. Мен Құдай ондай қылып жаратқан жоқ дейді. Яғни дүниеге келген кезде тап-таза әке шешесінен мөлдіреп дүниеге келген бір перзент едік. Бірақ сықылықтап күлетін едік. Әркім өзіне шақырса соған жалбақтап еркелейтін бала едік. Біраз уақыт өтті, ортаға түстік, жақсы жаманды естідік, кейін пиғылымыз бұзылды, күнәға ұрындық, көп күнәмізге тәубе де қылған жоқпыз, сол күйі келе жатырмыз.
сөйтіп адамдардан ізгілік, жақсылық көргіміз келеді, бірақ өз жүрегіміздегі жамандықтарды шақырып тұрған пендешіліктерді тазалағымыз келмейді. Сондықтан ағайын туысқандар, бірінші кезекте адамның бақытсыздыққа ұшырап, жолының жабылуының ең үлкен себебі жүректегі кір, пиғылдың бұзылуы, адамның кеудесінің сығылып, жүрегінің тарылуы. Бұл бүкіл проблеманың бастауы.